Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен осы қаңтар ентісінде келуі мүмкін есептерді талдаймыз. Сонымен кеттік. Бірінші есептен бастайық. Так, бұл жерде не қыл дейді? 200-дің 0,2%-ін табыңыз деген. Қараңыздар, бізде 200 дейтін ол 100% бір сан, ол 100%. Енді бізге табу керек нені? 0,2%-ін. Яғни 0,2% ол x деп қоямыз. Так, x табу үшін не істейміз? Әрине, бұлай пропорциямен шығара саламыз. 200-ді 0,2-ге көбейтеміз, и оны бөле саламыз 100-ге. Бұл жайтса, 100 мен 200 қысқаратта 2 болады. 2-ні 0,2-ге көбейтетін болсақ, 0,10-нан 4 болады екен. Жауабы 0,4. Так, келесі есеп. Келесі есепте теңдеуді шешіңіз деген. Так, бұл есепте не істейміз? Ең бірінші тең бола алмайтын мәндерді жазып қойығы. Ол есепті дұрыс шығаруға, балды жоғалтып алмауға қатты көмектеседі. Қараңыздар, біз 0-ды бір какой-то бір сандарға бөле аламыз. Ол кезде 0 шығады. Ал біз санды 0-ге бөле алмаймыз. Сондықтан бөліміндегі өрнектер 0-ге тең бола алмайды. Сонда x квадрат минус 1 тең емес 0-ге, x тең емес плюс минус 1-ге. Енді келесі x плюс 4, яғни бөлімде тұрған сан x плюс 4, ол тең емес 0-ге деп аламыз. Ал x тең емес минус 4-ге. Осылай, так, біз біреу, екі жауабын сызып жазсақ болады. Енді дальше есепті шығара береміз кәдімгідей. Бізде пропорциямен бүйтіп көбейтіп саламыз. Яғни x көбейтілген x плюс 4. Одан кейін мына оң жағына x квадрат минус 1-ді көбейте саламыз 4-ге. Енді жақшыларын ашып барлығын оң жағына қарай шығарамыз. Так, оң жағындағын ашып алайық. 4x квадрат азайтылған 4. Мынау екеуінің көбейтіндісі x квадрат болады. Мына бетке өткен кезде минус x-тің квадраты болады. x пен 4x болады, минус 4x болады. Тең болады 0-ге. Енді 4x квадраттан x квадратты азайтсақ 3x-тің квадраты. Одан кейін азайтылған 4x азайтылған 4. Тең болады 0-ге. Енді осыны ары қарай осы вет теоремасы арқылы x1, x2 екі мәнді таба аламыз. Енді қараңыздар. Так, бізде минус 4 дегеніміз ол минус 2 мен 2-нің көбейтіндісі. Ал 3x дегеніміз ол x пен 3x-тің көбейтіндісі. Енді бұлай көбейтіп тексеріп көреміз. Так, 3x пен минус 2-ні көреміз. Минус 6x. 2 мен x-ті көбейтіп көреміз. 2x. Екеуін қосатын болсақ, минус 4x. Яғни шығып тұр. Мен аны көбейтсек минус 4-те шығып тұр. 3x пен x көбейтетін болсақ, 3x-тің квадраты шығып тұр. Сонда жауабы x минус 2, 3x плюс 2. Яғни бізде x минус 2, мына екі жақша жүктеген кезде 3x плюс 2. Ол тең болады 0-ге. Енді каждыйын не істейміз? 0-ге теңестіреміз. Так, x минус 2 0-ге тең болатын болса, x минус 2 тең 0, x1 тең 2-ге. Бірінші жауабы 2-ге тең. Келесі 3x плюс 2 тең 0 болады. Так, x табу үшін не істейміз? Әрине, 2-ні оң жаққа шығарамыз. Минус 2 бөлінген 3 болады. 3 бөлі болып барады. Сонда минус 3-тен 2 мен 2 дейтін жауап мына В жауабында тұр екен. Келесі. Так, бұл есеп тригонометриялық теңдеу. Бұл есепті шығару үшін не істейміз? Бірінші жаңа айнымалы енгізіп аламыз. Синус x 2 рет қайталанған. Косинус x те тоже 2 рет қайталанған. Енді синус x-ті біз a деп аламыз, ал косинус y-ті біз b деп аламыз. Сонда қараңыздар, a плюс 2v тең болады 2-ге, ал 3a минус 4v тең болады 1-ге. Так, осындай бір тригонометриялық теңдеуді осындай бір оңай типке келтіріп аламыз ғой. Одан кейін істейміз, уже әр қарай кәдімгі обычный теңдеуді шығарамыз. Енді мынау 2v, мынау 4v, екеуі бірдей болу керек қысқарып кету үшін. Бұл жетсе, төбесін 2-ге көбейтеміз. 2a плюс 4v тең болады 4-ге. Ал астын қалай тұр?
дәл солай жаза саламыз. Енді қараңыздар, бізде 2а мен 3аны қосатын болсақ 5а шығады. 4в мен минус 4в-ны қосатын болсақ екеуі қысқарып кетеді. 4 пен 1-ді қосатын болсақ 5 шығады. Енді 5 пен 5 әрине қысқарады, а тең болады 1-ге. Сонда а-ның жауабы 1-ге тең. Енді в-ны тауып алайық. А-ның орнына 1-ді қоя саламыз. Так, 1 қосылған 2v тең болады 2. 2v тең болады, 1-ні азайту болып барады. И сол кезде 1-ге тең. В тең 2-ден 1-ге. Сонда в-ның жауабы 2-ден 1-ге тең. Енді қараймыз. Так, есеп әлі біткен жоқ. Бізде а-ның мәні 1-ге тең, в-ның мәні 2-ден 1-ге тең. Енді осыны әрі қарай шығарамыз. Бізге x пен y тауып керек есептің мақсаты бойынша. Так, синус x тең болады 1-ге дейік. X тең болады. Так, қандай мәнде 1-ге тең, осыны есептеп көрейік. Қараймыз. Так, x тең болады, қандай градуста 1-ге тең? 90 градус, ал 90 градус дейтініміз ол пи бөлінген 2. Қосылған 2 пи к. Синус пен косинустың теңдеуінде 2 пи к болады. Үнемі. Міне, x-дің жауабы мінекей осы. Келесі y тауып алайық. Косинус y тең болады. Так, 2-ден 1-ге тең. И y тең болады плюс минус. Так, қандай градуста 2-ден 1-ге тең? Ол бізде 60-та, 60 дейтініміз ол пи бөлінген 3, яғни 183-ке бөлсек 60. Пи бөлінген 3. Қосылған 2 пи к. Так, бұндай жауап бар ма екен, жоқ па екен, көрейік. Так, пи бөлінген 2 плюс 2 пи к. Міне біріншісінде x, екіншісінде y тұрады. Минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи к дейді. Так, жауабы сонда осы болады. В жауап болады екен. И уже қалғандары келмейді. Мынау бізде pn бұл келмейді. И мына жерде пи бөлінген 6 бұл вообще келмейді. И одан кейін пи бөлінген 4 бұл да келмейді. Даяқта минус екен. Бұл да келмейді. Сонда жауабы міне в болады екен. Келесі. Так, біз неше есеп шығардық өзі? 1, 2, 3, 4-ші есеп. Енді қараңыздар. Тік төртбұрыштың ұзындығын 25%-ға кемітіп, ал енін 20%-ға ұзартқанда оның ауданы неше пайызға өзгереді дейді. Бізде мына тік төртбұрыш бар. Осындай бір тік төртбұрыш бар. И ұзындығы а-ға тең, ал ені в-ға тең, допустим. И бұның ауданы табу үшін не істейміз? А көбейтілген б. Ұзындығын еніне көбейте саламыз. Енді ұзындығын 25%-ға кемітіп дейді. Қараңыздар. Бізде кемітіп, азайтып, ұзартып деген сөзді бұлай түсінсеңіздер болады. Бізде 100%. 100% ол 1-ге тең. Сан бойынша. Сонда, мысалы, 1а дейтін ол 100%. Қараңыздар. 100% ол. Енді оны 25%-ға кемітіп дейді. 1 дегеніміз ол 100% болса, 25%-ға кемейтін болса, ол 75 қалады ғой. Қараңыздар, 100-ден 25 азайтамыз, тең 75%. Сонда ол сан бойынша 0,75 болады. Сонда ұзындығы 0,75а болып қалады дейді. Ұзындығы. Қысқартады ғой енді. Ал енін 20%-ке ұзартқанда дейді. Міне. Қазір. Ені 20%-ке ұзартқанда. Міне 100% еді бастапқы кезде, и оған 20% қосады. Сол кезде неше болады? 120. Ал 120% ол сан бойынша 1,2 болады. Сонда 1,2 в болады. Енді 0,75-ті S ауданы табу үшін 0,75-ті көбейтеміз, 0,75а-ны 1,2 в-ға көбейтеміз. Так, калькуляторға салып көрейік. Қанша шығады екені? Так, 0,75 көбейтілген 1,2. Сонда 0,9 шығады екен. Так, 0,9АВ. 0,9А көбейтілген В. Енді қараймыз. Мынау АВ еді, и 0,9АВ болып қалды. Бастапқыда 1АВ еді, яғни 100% АВ, ал 0,9АВ болып қалды. Сонда 10%-ке не істеді? Кеміді деп қоямыз. И есеп шықты. Жауабы С болады. Так,
егерде есеп қиын болып жатса, есеп түсініксіз болып жатса, онда комментке жазып кетіңіздер. Осы есеп түсініксіз болды, жоты мына жерде ағай қалай деген сияқты. Так, енді теңсіздікті шешіңіз дейді. Бұл жерде логарифмдік теңсіздігі. Бізде логарифм x кіші логарифм 8 дейді. Қараймыз. Так, бұны шешу үшін мынандай ережені сақтаймыз. Мынау логарифм a негізді x болатын болса, x всегда үлкен 0-ден болады. Мына төбесінде тұрған сан. Яғни мына жердегі x тоже үлкен 0-ден. Енді логарифм мен логарифмді қысқартамыз. Сол кезде не қалады? X кіші 8 қалады. Сонда x үлкен 8-ден кіші, үлкен 0-ден кіші 8-ден. Так, 0-ден үлкен 8-ден кіші, ол Д жауабы. Жауап сонда Д болады. Сонымен алғашқы 5 есеп аяқталды. Тыңдағандарыңызға, аяғына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Осы каналға тіркеліп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Жақсы, сау болыңыздар.